тағы шошқа. Негізі маған шошқа жеуге болмайды, бірақ мен қазір викингпін ғой. Так, ананы бар, өлтір, Рекс. Эй, барсай. Давай, Рекс. Ну, вообще. Йо, барлықтарыңа салам, сенім лайк, короче, бүгін біз Overland'де выживать ететін боламыз. Ну, Skyblock'тан видео болады, но мен күніне 2 видео шығарамын, сондықтан бұл қашан шығып жатқанын білмеймін, но әйтеуір 2 видеоның біреуі болып шығады, короче. Барлығына сәлем, бүгін біз өте керемет қызықты видео болады, бүгін соңына дейін көріңдер видеоны. Бүгін біз не істейді деңдерші, ойландар, видеоның артына көргендегідей, мен кожаный шлем, кожаный ботинки киіп алып охотить етемін. Короче, айтқанда викинг болам, либо нелер болам мандай, баяғы заманский бит охотить етемін, короче. Аңдарға охотить етіп, тамақ жинайтын болам, білмеймін, бүгін, короче, менде бүгін желание болып тұр, қап-қара атыма мініп алып, кәдімгідей аңдарды өлтіріп, ет жинауға. Так, короче, мен сендерге түсіндіре кетейін, менің каналыма бірінші рет келіп отырсаңдар, видеоны 5 минуттан артық көрулерін сұрамын, менің каналыма подписаться етіңдер, сол кезде мен сендерді подписчиктер тақтасына қосам. Мысалы, жақта Мади, Кизет, Қуаныш, өз заттарымды көріп отырсыңдар ма, қарап алыңдар. Өз заттарымды көріп отырсыңдар, мен жаймен өтіп жатырмын. Өз заттарымды қарап алыңдар, міне төбеде тұрғандар. Өз заттарың бар ма сендер мынадан ішінде? Так, бәрін көрсеттім деген ойдамын. Короче, қазір біз охотить етеміз, шамалы азан болсын, енді азанды күтіп, сонымен азанмен охотить етуге шығып кетеміз, короче. Опа, мына уроттың кіріп кеткенін қараңдар, менің модтарының ішіне шек неме. Опа, 2 достижение алдым, прикиньте сразу. Охотник на монстров точно все дейді. Не, мен әлі осыған шейін монстр өлтірмеген ба? Жоқ, қой ба. Кстати, мен басқа не екен, Густикпай деген басқа не екен ғой мен, оказывается. Эй, шық, жүнді екен мұны. Так, удачи онша емес екен. Сразу түспеді, ішіңе. Вообще түспеді, удачи жоқ екен, оказывается. Ат бергесі шықсай. Атым, шықсай бер қарай, ё-майо. Кет бұлай қарай, кет. Кстати, бұның атын қалай қоямыз, ойланыңдаршы, ат қояйық осы атқа. Өткенім бұл қара тұлпар, қара черный молния деген бір аттар ойлап табайық наған. Короче, мен охотить етуге шығып кеттім деп тұр, және де маған керекті заттар. Так, тұра тұр сен, черный молния. Так, менің қара найзағайым мол. Так, бізде сүйек бар ма, сүйек? Мен өзіме иттер жасап алайын, иттерді бағындырып алам. Так, иттер бағындырып алам деп, иттерді үйретіп алам, өйткені маған өзіме де охотниктар керек. Сүйекпен үйретіп аламын да, өзіме шап деп, атака деймін, сол кезде олар жүгіреді. Так, өте керемет, пайде. Мынау менің креативный подписчиктер тақтасы, мынау біздің корабль, өзім дұрыстап алдым үшін, сынып почти болып тұрған бірінші серияда. Өте керемет, прям, ағаш ферма, өте. В общем, керемет, мынау менің ағаш тасыған жерім бірінші серияларда. Ағаш екі тасыған, бір-түрлі өсіп кеткенде көріпсіңдер ма? Менің екі тасыған ағаштарым ғой, если что. Мынау эндер менің қолымда Дерн бар, прикиньте, Дерн. Творческийден алып аласың тек, или немен ғана. Оп. Эй, бала, өлтірме мені, өлтірме. Вау! Суға түсеміз. Сен дым істемейді маған. Кел, бала. Өліп қалды. Еще менде Дерн пайда болды. Онша емес жерлерге қойсам, жерім әдем болып кетеді. Короче, мен охотаға шықтым. Менде қазір, опа, бірінші очерт мынаны өлтіреміз. Аттан түсіп, көзейміз. Тұрамыз. Кетше өліп қаласың кәсі. Тұрамыз, опа, ішіне атамыз. Қашты. Барып балтамен басын жауып тастаймыз. Все, 3 ет шықты. Қарға жатып алдым ба? Лол, прикиньте. Так, қарға сүңгіп кеттім. 3 етіміз бар, бүгінгі жейтін тамағымыз бар. Викингтерге ұқсап жүрейін да мен, ит нәқа өтеміз. Осы жерлерде иттер көп тұған бізге. Опа, ит, міне, бірінші охотник, Рекс. Давай, сен атын Рекс болады. Рекс, бізде Рекс бар. Бізде, короче, Рексіміз бар үйде. Бұның бәрін көбейтеміз, ет беріп, сол кезде бізде Рекс емес. Так, қандай ат қоюға болады тағы бір итке? Шарик деген ит аламыз, Шарик деген. Өте керемет ат. Так, охотада біз ит таптық, бір шошқа сойдық. Вообще не жоқ па, не мал жоқ па, не соятын. Опа, тағы шошқа. Негізі маған шошқа жеуге болмайды, бірақ мен қазір викингпін ғой. Так, ананы бар, өлтір, Рекс. Эй, барсай. Давай, Рекс. Ну, вообще, тупой ма бірден кейт қой мынау деген. Дұрыс жүгіре алмайды екен, ничего страшного. Рекс болған. Шарик. Опа, тауық өлтіреміз. Опа, менде стрела бар екен. Давай, Рекс. Фас, Рекс, давай. Рекс. Алға мен волкты асырап алғам ғой, типа. Опа, тауық бар, тауықты өлтірдік. Керемет, просто керемет.
біз деген осылайынан біз деген өстіп тамақ тауып жүре алады екенбіз сонда, иә. Так, короче, мен деген өте керемет жерге келдім. И как обычно, біз дым көрмеген адам боламыз, өйткені біз охотиться етіп жүріп, не істейміз біз? Мынандай улей көрсек, улей, аран ұясын көрсек, не істейміз біз? Қараңдар, ойлаңдар. Мен викингпін мысалға. Аран ұясын көрдім. Мен викинг емеспін, охотникпін. Дым білмеймін. Баяғы замандарский бір охотникпін и викингпін. Ой, блин. Аран ұясын көрдім, ара ішіне кіріп кетті. Мен не істеймін? Сындырамын да қашам. Ішінде не бір қалама, екі қара екен, мамасы папасы десе. Так, жете алсаңдар, жетіңдер. Ит қырылма олармен, қаласын. Так, мен викингпін, қаша берем, мен жал аналардың үйін бұзып кеттім, но ничего страшного деп ойлаймын. Так, мен, короче, бір тактика ойлап таптым. Опа. Қақта, отыр. Так, араның біреуінің бетіне атамын. Найс. Жұмыртқа жеге жергенсің ғой. Так, короче, біз деген енді қашып, қайда барамыз? Қой бар екен, анаяқта қой. Наконец, қойды көрдік. Біздің охотамыз жалғасады, біз қойды өлтіреміз. Так. Опа, анаяқта жетеді ғой өлтіретін нәрсе, және бізді аралар әлі қуып кетір ма? Қой аралардың кетіп қалатын уақыты болды ғой, мен тастап та, по идее. Сондай шар, иә. Так, қой қайда? Қой қайда? Мен жүр екен ғой. Опа, қисайт олдым. Қараңдар, аттың үстінен атам. Ой, найс. Ой, ой, ренжімеш. Так, мынаны пісіріп жейміз. Опа. Все, минус қой. Сен охотикаға керек емес, мен деген атпен келе атып, бүйтіп басынан бір қойдың басын шауып тауым керек қой. Бүйтіп лукпен атам, бірінші лукпен атам. И атпен кеп тарсыз шауып тастаймын. Опа-на. Прям кәдімгі кино болды ғой. Так, атам. Қашат, жіберіп атам. Өліп қалады. Все, мен деген, короче, полноценный охотникке айналып кеттім. Так, мияқта не бар, шошқа бар. Шошқаның еті жоғыты көбейіп кетті, шошқа етін қалай жеймін, мен алмай. Иттеріме берем, кстати, ғой. Бірақ ит екен менде, кстати, баяғыда бірінші серияда менде ит көп еді, Орландты бастаған кезде. Опа, ат, прикиньте, достар, ат. Менде ат бар, бірақ сонда да тағы бір ат табу деген ол деген. Кәдімгідей қуанышты нәрсе екен. Так, мияқтан қалай кетемін? Мынау ат деген красавчикам, имбовый ат екен. Суда да түсіп қалмады, көрдіңдер ма? Суда да батып кетпедік, екеуміз бірге келеді. Так, Так, атпен жүрген кезде, лукпен атар кезде чик жүгіреді, байқадыңдар ма? Манан бері лук түсем, мысалы қараңдар, былай жүгірсем, жай жүгіреді да, лук түсесем бір ускорение болып кеткен сияқты ма, бірдеңке болады, типа бір сондай лукпен охотиться ететіндерге арнап шығарған ба, бірдеңке. Міне, нағыз момент, пацаны. Нағыз момент. Так, атқа беретін тама жоқ па? Нағыз момент. Ол охотниктің өмірінде бірінші момент. Қоян аулау. Нағыз қоянды аулайтын мендегі офигенный момент. Қоянның құлағын көрдім. Кетшей, қара төс. Ой. Опа, қоян ауладың, прикиньте. Қоян түсу қиын, но бүгін қоянның етін жейтін боламыз. Так, мынау қайда? Опа, жаман охотник екен ғой мен, оказывается. Түн болып кетті. Кстати, түн болып баратыр, біз қайтуымыз керек, өйткені түнде шакалдар шығады. Мен атым қайда, мін жүр екен ғой, бай. Қорқып кеттік қой. Так, үйге қайту керек, өйткені түнге қарай шакалдар шығады, мен шакалдар жеп кетуі мүмкін. Мен біреудің деревнясына кіріп кеттік, итім шөп жеп жүр. Ой, Рекс, бәле, бұны аты кім еді? Так, қара молниям шөп жеп жүр. И менде Рексім қарап тұрмаған, және біздің жетсіздер жүр. Мияқтан бір пшеница алып алдым, Рекске қазір тамақ беруіміз керек, біздің өйткені Рексім қарны ашқан шығар. Рекске бердік тамағын. Так, Рекс сонымен үйге апарып тастаймын, мен үйге қайтақта екенбіз. Так, ой, Рекс деппін, қара молния, Рекс сен артынан жүгір. Біздің үйіміз пайдей мұнай жақта тұғым. Сояққа қарай енді барамыз, амал жоқ. Мыналардың пауықтарын өлтіріп кету керек. Так, тигізбедім ба? Енші. Әлі тигізбедім ба? Енші. Опа, тигізім. Тағы тигізім. Так, крипер келеді, ол уже крипермен қылмаймыз. Крипер не соперник нам. Біз қашамыз крипердің үстіне. Секірбай. Жарым. Опа, но свет күшті жанады екен, қараңдар. Крипер жанатын светі. Жарылатын светі әдем жанады екен. Так. Опа, но лучник. Бұлармен атыспай қой керек лучник. Или түнде өлтіріп тастасам қалай болады осыларды? Бірдеңке андай, жаныңа тағы шақырмайсың ба? Так, өлтіре алмайды екен, оказывается. Аттың үстінде тұрып, қырылуға әлі уровень жетпейді екен. Так, лучше кете берейін, так что.
Опа. Қайта берейік. Қалай қайтам мен, үйім қайда менің? Бәйге кеп қалдым. Опа, таныс жерлер. Жерлер что-то таныс болып жатыр. Таныс жерлермен келе жатырмын. И біздің үй мына жерде екен. Ей, найс, менің жерім, наконец саған келдім мен. Fuck me, деп секіріп кетесің мынаяқтан. Так, мынаны апарамыз да. Қара молния, давай, пока. Және де біздің өзіміздің скотымызды, малдарымыздың жұмыртқасын атамыз. Дым шықпайды. Ну, ничего страшного, бізде оған беретін тауықтың тамағы бар екен. Тауықтың тамағын көберіп, бір-бірімен қосып, көбейтіп, олардан опа, ароматический ужин. Найс. Так, мен екінші ит алып келуім керек еді, негізі өйткені оларға тағы бір қосып, көбейтіп, ит жасап алуға болатын. Ну, ничего страшного, Рексті малдардың жанына отырғызамыз. Молния, Рекс, там, иттер, тауықтар, мұшықтар бәрі бірге жүрсін. Так, біз болса кете береміз, өйткені бізге жақта істейтін дым жоқ, шын айта келе. Охотамызды бітірдік, лук. Және бізде бүгін охотамыз сыры, говядина, курятина, и және 3 зомбидің еті, және сыры, крольчатина, баранина жинап алдық, точнее бүгінгі охотадан. Және біз бұлардың біреуін барып Рекске береміз. Рекс, мә, сенің бүгін тамағың. Болдың ба, тойып қалдың ба? Жарайды, тойып қалсаң бопты. Кстати, кім тамақ жемейді, картошка жемейді бұл, Картошка жейсің ба, бауырым? Картошка жемейсің ба? Жарайды, саған беретін басқа тамақ жоқ еді, пшеница болғанда беремін. Так, онда біз видеомызды аяқтай берейік, өйткені сендермен болғанмен лайтуша, лайт, және бауыржан, опа, уродина. Но менікі ғой вообще-то, урод. Отқан қараңдар. Қараңдар. Ешке қарай тұрайық. Хе-хе. Мен прикольно, Бүйтіп, өлтіртсам. Братишка. Ойбай шушуым, ұрады ғына. Так, короче, сендермен болғанмен лайк, және мен жанында утопленник, бер қара әкең олсы. Бер қарасай. Жарайды, сау болыңдар, сендермен болғанмен лайк, давайте.